Hello there. Артикльдер. Біз үшін өте қиын тақырыптардың біреусі. Өйткені түркі тілді халықтарды қарасақ, оның ішінде біз қазақтар артикль деген нәрсені қолданбаймыз. Немесе славян тілділер. Оның ішінде бізге таныс орыс тілі, бұл жерде де артикль деген ұғым кездеспейді. Немесе басқа да көршілерімізге қарайық, Азияның Қытай, Корей сияқты елдерінде де артикльдар мүлдем қолданылмайды. Дегенмен, біз батыс жаққа қарасақ, Европа немесе Европа үшін жақын таяу шығыс елдерінде артикль деген нәрсе бар. Мысалы, эллиндік топты қарайық. Эллиндік топтың ішінде грек тілі немесе көне македон тілдерінде «Ena vivlio», «to vivlio» деген сөзі қарайық. Библия. Демек, кітап деген сөз, иә? Бірақ кітап деген сөздің қасында қысқаша сөздер тұр. Осыларды артикль дейміз. Егер біз басқа да тілдер тобына қарайтын болсақ, семиттар, оның ішінде араб тілі, еврей тілі, басқа да күллі семит тілдерінде артикльдер бар. Мысалы, әл-китаб. Бұл кітап деген сөз, иә? Немесе роман тілдерін қарайық. Француз, испан, итальян, португал тілдерінде мынандай құрылым бар. Un libro, il libro. Бұл итальян тілінде, бірақ дегенмен басқа да роман тілдері осыған ұқсас естіледі. Енді герман тілдерін қарайық. Герман тілдік тобы өте бай. Соның ішіндегі неміс тілінде ein Buch, das Buch деген мысал келтірдік, иә? Кітап деген. Ал ағылшын тілінде оған туыстас a book, the book деген сөз болады. Дегенмен, a book және the book екеуі де кітап деп аударылады. Бірақ екі кітаптың айырмашылығы неде? Деген сұрақ туындайды. Егер мен сіздерге келесі екі суретті көрсетсем, сіздер екі кітаптың ішіндегі бір кітапты танып тұрсыз. Иә? The book деп мен сізге де, маған да белгілі кітапты, екеумізге де мәлім, сіз көрермен және мен екеумізге де мәлім кітап The book деп айтсақ болады. Ал төмендегі сурет, ол кітапта не сурет жоқ, не атауы жоқ. Сондықтан ол қандай кітап екенін білмейміз. Сондықтан оны жалпы a book деп атасақ болады. Демек, the book нақты бір кітап, a book жалпы кітап, немесе кез келген бір кітап. Сонда бізде a деген артикль ағылшын тілінде арнайы емес, немесе жаңа, немесе жалпы бір зат есімге қолданылатын артикль. Мысал келтірейік. What is it? Бұл не? It's a key. Бұл кілт. Немесе тағы да ұқсас мысал. What is it? Бұл не? It's a book. Бұл кітап. Иә? Демек, бұл жерде a артиклін қолдандық. Ал егер the артиклін қолдансақ, сөйлемнің контексті қалай өзгеретін еді? Open the book. Иә, кітапты аш деп тұр. Демек, сіздің алдыңыздағы кітапты мен сізге аш деп сұрап жатырмын. Мен де, сіз де ол кітапты көріп тұрмыз, қандай кітап жайлы әңгіме жүріп жатқанын білеміз. Келесі сөйлемде give me the book. Маған кітапты беріңіз. Ол жерде де мен сіздің қолыңыздағы кітапты көріп тұрмын, оны маған бер деп жатырмын. Сонда мен де, сіз де қандай кітап екенін білеміз. Осындай айырмашылығы. Немесе екі артикльді бірге қолдансақ та болады. Ол қалай? Мен бірінші сөйлемді сізге бір нәрсені, кітапты мысалға, жаңадан таныстырамын. I bought a book yesterday. Мен кеше кітап сатып алдым. The book is about ancient history. Ол кітап көне тарих жайлы. Бірінші сөйлемде мен сізге бір жаңа кітапты таныстырдым. Екінші сөйлемде сіз ол кітапты білесіз. Иә? Танысып алдыңыз. Сондықтан оны мен the book деп атадым. Сонда бірінші, сіз білмедіңіз не жайлы әңгіме жүретінін. Екінші сөйлемде сіз әңгіме не жайлы жүріп жатқанын білесіз. Сондықтан екі артикльді осылай бірге қолдануға болады. Бірінші a артикльмен бастап, the артикльмен жалғастыру. Тағы бір кітапты қарайық. A dictionary. Ол сөздік деген сөз. Сөздікте өте көп сөздер бар. Күллі
бір тілдегі сөздердің барлығын сөздікке сыйдыруға болады. Соның ішіндегі зат есімдерді біз a артиклімен ағылшын тілінде енгіземіз. A dictionary, сөздік, a book, кітап, a key, кілт. Сонда, егер бір зат есім тұратын болса, оны a артиклімен белгілеп, оның қасына анықтаманы жазады. Кітап дегеніміз ол көп парақтары бар, суреттері бар, жазулары бар, құрал, ақпарат беретін құрал деген анықтама тұрса, мысалы, ол a book деп жазылады. Өйткені бізде сөздіктің ішінде етістіктерді to деген сөзбен белгілеу мүмкін. Өйткені a book кітап болса, to book ол брондау деген іс-қимыл. Мысалы, ресторанда үстел резервтеу, қонақ үйде бөлме брондау, немесе билеттер брондау, оның барлығын біз to book дейміз. Бұндай сөздер көп емес, дегенмен кейбір кезде кездесіп қалады, бір сөз іс-қимыл да болуы мүмкін, зат есімде болуы мүмкін. Келесі, біз көп қолданатын сөздер бар. Оларды грамматикалық сөздер дейміз. Оларды біз қайта-қайта қолданған соң, әлсіз форма деген ұғым бар. Әлсіз формаларын қолданамыз. Мысалы, a артиклінің күшті формасы a деп аталады. Біз оны a деп айтып жаттық. Ол әріп сияқты. Ал әлсіз формасы деп айтылады. Сонда қарайық. Жаңағы кітап мысалымен a book кітап. Бірақ әлсіз формасы a book. Әлсіз формасының сонда айырмашылығы неде? Артықшылығы неде? Ол қысқарақ, және сіз оны сөзбен қосып жүре аласыз. A book. Өйткені дауысты дыбысы дауыссыз book деп бұдан басталып тұрған дауыссыз әріппен екеуі жақсы байланысады. A book. Тағы да мысалдар келтірейік. A key. Кілт. A bag. Сөмке. Көрдіңіздер ме? Мен қалай әлсіз формасы арқылы артикль мен сөзді біріктіріп жердім. Сондықтан ағылшындардың ойында артикль мен сөз бірігіп жүреді. Сондықтан олардан мынау не деп сұрасаңыз, бұл сөмке деп айтқан кезде it's a bag деп артикль мен бірге айтады. Тағы да мысалдар келтірейік. A cat, мысық, a dog, it. Көрдіңіздер ме, артикль қалай естілмей қалуы да мүмкін. Сіздер оны бірақ егер кино көрсеңіздер, мүмкін мүлдем естімей қаласыздар. Бірақ ол артикль ол жерде бар. Тағы да мысалдар келтірейік. A apple, a orange. Бірақ бір түрлі естіледі. A apple, a orange. Деп қалдым. Сондықтан ағылшын тілінде үндестік заңы бойынша дауысты әріпті жалғау өте қиын. Сондықтан араларына дауыссыз әріп қойсақ, онда екеуі жақсы жалғанады. Мысалы, n әріпін қойып, мен a apple деп айтудың орнына мен an apple деп айтамын. Сонда екеуі бір сөз болады. An apple, алма. An orange, апельсин. An orange. Көрдіңіздер ме? Сонда бізде a артиклінен басқа an деген артикль да бар. An артиклі және a артиклі екеуі бірдей. Жаңағы алдында келтірген мысал ғана an-ның пайда болуына түрткі болған. Дегенмен an дауысты әріптерден басталатын сөздермен бірге жүреді, ал a дауыссыз әріптерден басталатын сөздермен бірге жүреді. Сонда олардың күшті формалары an және a. Әлсіз формалары n және Дауысты әріптерді қарайық. Дауысты әріптер бесеу ғана, сондықтан оларды еске сақтап алу өте жеңіл. Мысалы, a әрпіне біз мысал келтірдік. An apple. An apple. An apple. Orange, әуға да келтірдік, апельсин. An orange. Иға, жұмыртқа. An egg. Жұмыртқа. An igloo. Суретте көрсетілген мұздан жасалған үй, эскимостардың. An igloo. Соңғысы қол шатыр. An umbrella. An umbrella. Дегенмен, кейбір сөздер
дауыссыз әріпке басталса да, оны біз ін артиклімен бірге айтуымыз мүмкін. Мысалы, an hour, бір сағат, an hour. Немесе an X-ray, an X-ray. Рентген сәулелері, X-ray сәулелері. Я? Тағы бір мысал. U немесе I әріптері келіп тұр. Дауысты әріптер. Дегенмен біз олармен A әрпін қолданып тұрмыз. A артиклін. Қараңыздар. A university, университет. A European city, Европадағы қала. Европалық қала. Мен мысалға Оксфордты келтірейін дедім, өйткені Оксфорд ол Лондонның қасындағы әйгілі қала, және оның ішінде әлемдегі ең әйгілі университеттердің біреусі Оксфорд университеті орналасқан. A university and a European city. Я? Сонда осыдан кейін біз мынандай қағида орнатсақ болады. Біз жазылуына қарай емес сөздердің, дауысты әріп па, дауыссыз әріп па, дыбысының негізінде, дыбысына қарай сөздерді an немесе a мен бірге айтамыз. Дегенмен көбінесе жаңағы емле бойынша сәйкес айтылады. Тағы да бір екінші өте маңызды қағида, ол тек дара зат есімдермен, жекеше түрдегі зат есімдермен a немесе an артикльдер қолданылады. Сонда a bag айттық, сөмке, немесе пакет деп те айтуға болады. Я? Ағылшындар сонда пакетті де сөмке деген сияқты айтады. A bag бір пакет. Bags пакеттер. Сонда бізде a артиклі немесе an артиклі бір деген сөзбен бірдей. Біреу. Я? Сонда a бірге тең, ал 2, 3, 4 және n-ға дейінгілер ол көпше түрдегі сөздер деп математика сияқты қылсақ та болады. Мысалда. Я? Сонда a bag бір сөмке, бір пакет. 3 bags, 2 bags. 2 сөмке, 3 сөмке, я? Сәйкесінше. Ал енді үшінші тағы бір маңызды қағида, тек саналатын зат есімдермен бірге жүреді артикль a және an. Мысал келтірейік. I want an apple. I want an apple. Мен алма жегім келіп тұр. Мен алма қалап тұрмын. Я? Алма саналады. 1 алма, 2 алма, 3 алма. Олар саналады. Сондықтан мен an apple деген кезде 1 алма жегім келіп тұр деп жатырмын. Ал егер су ішкім келіп тұр десем, шөлдедім, су ішкім келіп тұр. I want water. Артикль жоқ. Өйткені сұйықтық саналмайды. Енді сұйықтыққа келетін болсақ, сұйықтықтар ыдыспен санауға болады. Я, ыдыстың ішіне салсақ, 1 ыдыс, 2 ыдыс, жаңа кофе, шай, олар саналмайды, олар сұйықтық. Бірақ ағылшындарда мынандай түсінік бар. A coffee, a tea деп айталады. Ол дегеніміз, ол жерде ыдысын олар меңзеп тұр. Ыдысын айтпаса да, ол кофе немесе шай ыдыспен берілетін 1 чашка шай. Я? 1 пиала шай. A cup of coffee, 1 пиала кофе. A cup of tea, 1 пиала шай. Я? Осы естеріңізде болсын. Олар саналмағанмен бәрібір a деп айталамыз. Келесі тағы бір маңызды нәрсе, a және an артикльдары мамандықтармен бірге жүреді. Я? Адамның мамандығын айтқан кезде, мысалы, мынау кісі мұғалім. Ол мұғалім. She is a teacher. A teacher. Я? Немесе келесі мысал, she is an engineer. She is an engineer. Ол инженер. Көрдіңіздер ма? Бұл жерде де и дауысты әріп, сондықтан омен an деген артикль жүр. She is an engineer. She is an engineer. Деп сөйлем өте ұйқасты, бірінен соң бірі сөздер жалғанып жақсы айтылады. Тағы бір мысал. I met a doctor yesterday. Мен кеше дәрігермен кездестім. Я, мен кеше немесе дәрігерді кездесіп қалдым деуде мүмкін, контекстке қарай. Тағы да соңғысы. She wants to be an artist. Я? Артист деген біздің ұғымда ол сахнада жүретін әнші, бір өнер көрсететін адам. Бірақ ағылшынша art немесе американша art
Ол өнер деген сөз, соның ішінде сурет немесе мүсін салатын мүсін жасайтын адамдарды айтамыз. Иә? Ол суретші болғысы келеді. She wants to be an artist. Келесі сабақта біз the артиклін толығырақ қарастыратын боламыз, және де көпше түрлерді толығырақ қарастырамыз. Рахмет.